сабағымыздың тақырыбы ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер қаншалықты дамыды. Оқу мақсаты ежелгі өркениеттің шаруашылық жүйесін сипаттау, ғылымдық арифметика, геометрия, астрономия, медицина пайда болып дамуына шаруашылықтың іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау. Енді балалар, бейнебаянға назар аударыңыз. Шахмат қай елде пайда болды? Шахмат қай елде пайда болды деп ойлайсыңдар? Шахмат ең бірінші қай елде пайда болды деп ойлайсыз? Тағы да қай жерде пайда болды деп ойлайсыз? Ойларыңызды айтамыз. Қай елде шахмат отаны деп атамыз? Айтамыз. Шахмат отаны деп балалар Үндістанда айтады екенбіз. Шахмат отаны, яғни шахмат ойыны пайда болуға байланысты бірнеше деректер бар екен. Шахматты ең бірінші Үндістанның Брахман ойлап тапқан екен. Брахман ойлап табады. Сол кезде аңыз бойынша патша бұл жаңалық үшін Брахманға қандай сый өзіне керек деп айтады екен. Сонда Брахман айтады екен, бірінші мына шахматтың тор көздерін көріп тұрмыз ба? Бірінші тор көзіне 1-дан себеміз, екінші тор көзіне 2-дан себеміз, үшінші тор көзіне 3-дан себеміз, төртінші тор көзіне 8-дан себеміз деп, осы 64 тор көзге дән қанша дән сият, сол дәнді берсеңіз болды дейді. Сонда патша ойлайды, ол әрі кетсе 1-2 қап дән болатын шығар, жарайды деп келіседі. Сонда патша ойлағаннан да Брахманның есептеген есебі жаңағы дәннің көп болып шығады екен. Яғни бұл арқылы не білеміз балалар? Яғни бұл арқылы, бұл дерек арқылы, яғни Үндістанда арифметиканың, геометриканың, астрономияның, математиканың дамығандығы туралы білеміз. Яғни есеп арқылы не дамиды бізде? Есеп арқылы, есеп санау арқылы математика ғылымы дамиды. Математика ғылымы дамиды. Сіздерді бірталу уақытына байланысты бірнеше дерек бар. Брахман ойлап тапқан. Үшіне Сейд патша метиканың арабтар осы үнділіктерден үйренген екен. Математика бойынша үнділер көптеген ежелгі халықтардан алда тұрады. Мысалы, 0 белгісі тек Үндістанда ғана қолданылды. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда ежелгі Үндістанда өзінің әліпбиі пайда болды. Оның көмегімен Махабхарата және Рамаяна дастандары жазылған. Бұл dastanдар жазылған кітаптар пальма жапырақтарынан жасалынған. Екі дастан да әлемдік әдебиеттің ең үздік шығармаларына жатады. Оларда жақсылық пен жамандық арасындағы күрес негізгі мәселе ретінде көтерілді. Соның барысында әділеттілік жеңіп отырған. Ежелгі үнділік қасиетті кітаптарда әртүрлі аурулардың аттары кездеседі. Яғни ежелгі үнді дәрігерлері әртүрлі шөптерден дәрі-дәрмек жасауды және олардың пайдалану ерекшеліктерін білген. Сонымен қатар ежелгі үнді хирургтары 120 түрлі аспаппен өз заманында күрделі оталар жасаған. Балалар, ежелгі Үндістанда құрылыс өнерінде жақсы дамығанын байқауға болады. Олардың тамаша туындылары діни сарайлар, храмдар болып табылады. Храмдардың екі түрі болған. Біріншісі ашық жердегі тастан, кірпішпен тұрғызылған ғибадатханалар, ал екіншісі үңгір ішіндегі храмдар. Олардың екеуі де түрлі түсті бояулы суреттермен сәнделген, әсем де құдіретті етіп салынған. Бұдан 5000 жыл бұрын ежелгі үнді ғалымдары Сурия Сиддханта деп аталатын философиялық шығарма жазған. Онда планеталар мен олардың айналу орбиталары есептелген. Ауа райындағы жиі болып тұратын өзгерістер, шаруашылық қажеттіліктері, жұлдызнамашылық пен есептеу бағытындағы білімдерді жетілдірді. Үнділіктердің жыл санауы бойынша бір жыл 360 күнге, ол 12 айға, әрбір ай 30 күнге бөлінді. Біздің заманымыздың 5-ші
5-6 ғасырларында үнді оқымыстылары жердің шар тәрізді екенін білген. Біздің заманымыздың 476-550 жылдары өмір сүрген ежелгі үнді математигі Архада жердің күнді айналатынын алғаш рет айтқан ғалым. Жұлдыздардың орналасуын анықтап, медицина мен математика саласында да елеулі үлес қосқан. Енді тапсырмаларға назар аударсын. Балалар, енді қазір тапсырмалар береміз, иә? Бірінші тапсырмада жүкпен орындайтын тапсырма береміз. Яғни 2 бала жүк болып орындаймыз. Бұл тапсырма кестемен жұмыс деп аталады. Бір-бірімен жүк тасып отырып, бір-бірімен сырласып отырып, иә? Екеуі бір тапсырманы орындаймыз. Тапсырмада берілген 7 сұрақ берілген. Бірінші, 1 жыл, 1 ай ауа райындағы өзгерістерді зерттеген ғылыми сала, шахмат ойыны пайда болған жыл, дәрі-дәрмек жүйесі, жерді өлшеу пайда болған ғылым саласы, сандардың ондық жүйесі. Яғни сәйкестендіреміз. Бір болса А, Б, В деп қасына белгілеп жазамыз. Ағын сабаққа қатысамыз, бірге. Бірге жасаймыз. Бірге жасаймыз. Белгілейміз тез-тез. Қойып шығамыз. Остальном. Медицина. Бірінші, оқытарымыз тез уақыт болды. Бірінші бітірген Айша мен Алдияр. Айша мен Алдияр. Тексереміз. Бәрімізмен жауабын көрсетеміз. Жауабын көрсетеміз де тексереміз. Жауабын қараймыз, тексереміз. Неше қате, неше дұрыс екен жауабын қарап тексереміз. Тексереміз бәріміз бір-біріміз. Есеп болындар ма? Неше қате, неше дұрыс нәжбе жазамыз. Неше қате, неше дұрыс тексерміз. Тексереміз, неше дұрыс? 2 қате. 2 қате. 2 қате. Неше қате? Тексереміз. Тексереміз, неше қате? 3 қате. Бірінші, жан бөліммен. Болғанай, қай жерден қателестік? Біз жердің жоқ пайда болған ғылым саласын математика деп қойыппыз. Сандардың осы жүйесінде геометриядан екеуін орын алып Түзедік па? Түзедік, иә, дұрыс қатемен жұмыс жасадық. Келесі, Айша мен Алдияр тексер болды па? Келе ғой, Аяла. Неше қате жіберді? Неше? Неге көп қате жіберді? Қай жерде қателесті тез-тез айтамыз. Аяла, қатысамыз. Дауысын шығарамыз. Қате, 4 қате жіберді, иә? Көбірек кәдімгі мағлұматты дұрыстап тыңдауымыз керек еді, иә? Тыңдап отырмыз. Аяла сабаққа қатысамыз. Енді неше қате жіберді? 2 қате. Қай жерден қателестік? 3-ші сұрақты. Қандай сұрақ? Ауа райындағы өзгерістерді зерттеген ол. Кім екен ол?
Ауа райын зерттеген. Геометрия зерттей ма? Не зерттейді? Астрономия зерттейді. Екінші. Дәрі-дәрмек жүйесін кім жасайды? Қандай ғылыммен байланысты бар? Медицинамен байланысты. Не себепті қателесті деп ойлайсың? Не себепті қателесті? Дұрыс? Деген қойып жанды бейнебаянды тыңдай алған кезде сіз айтады, неше қате? Қате жоқ? Түгел жақсы. Мына топқа жарайсыңдар, е балалар. Түгел қателеспей дұрыс тапқан. Біз кімге қол шапалақтаймыз? Қол шапалақтаймыз. Нешке қамбен? Армын? Айта қойып, неше қате жердің? Екеу. Қандай қателесіп жүр? Жердегі мөлшерде пайда болған ғылым саласы және сандарды өндіру жүйесі екенін шақыртты. Шатар не себепті қателестің деп ойлайсың? Өйткені бейнебаянға дем қойып тыңдамадық, иә? Енді екінші тапсырма балалар тарихи диктант деп аталады. Жеке жұмыс әрбір бала өзі тарихи диктантта. Мұнда тапсырмада беріліп тұр міне. Тарихи диктантта тапсырма беріліп тұр. Керекті сөздерді орнына қой дейді. Яғни астында керекті сөздер тұр. Астрономия, медицина, геометрия, математика дейді. Әрбір бала жеке жұмыс жасаймыз. Ғылым салаларын анықтаймыз. Тапсырма тарихи диктант деп аталады. Бос тұрған жерге жазамыз, иә, сынақ керек сөздерді жазамыз. Болғандарымыз қолымызға алдыға қойып отырамыз, кім болғанын көріп отырамыз. Тезірек жазамыз. Басқа балалар тезірек қимылдаймыз, тезірек. Болды. Болдым. Арнолар еркежан тез. Болғандарымыз қолымызды алдына қойып, қарап отырған кім болып тез. Алдияр, Аялар тез. Аленор, тезірек қимылдаймыз. Оқпа барымыз. Енді тексереміз. Бір-бірімізбен қасында отырған жүкпен тапсырманы ауыстырамыз. Бір-бірімізбен тексереміз. Жарайсында өтергелімен. Тағы да неше қате бар? Көріністі дұрыс па? Айшада неше? Дұрыс па? Түгел дұрыс, иә? Яғни бізде неше қате жібергенбіз? Кім бар бізде? Түгел орындаған балалар қол көтереміз. Түгел дұрыс орындағандар. Енді екінші қолымызбен шапалақтаймыз, иә? Енді қате жібергендер, кім қате жіберді қол көтереміз. Алдиярбана ма? Не себепті қате жіберді? Астрономия, ғылымдарды бір-бірімен айырмашылығын таба алмай отырмыз да? Енді үйге балалар тапсырманы ашамыз. Үйге параграф 15. Күнделікті ашамыз да жазып аламыз. Үй тапсырмасы параграф 15. Оқу.